Қанның саулығы мен тазалығы жайында естідіңіз бе? Иә, денің сау болуында оның орны ерекше. Қан сау болса, ағзаңыз кез келген ауруды өзі-ақ қуып шығады. Сондықтан біз бүгін қанның саулығы туралы сөз етпекпіз. Қанды тазалау арқылы ревматизм, артрит және анемия ауруынан құтыласыз. Денсаулық саласының мамандары қанды тазартып тұруға кеңес береді. Оның денсаулыққа пайдасының ұшан-теңіз екенін алға тартады. Өйткені көптеген аурулардың пайда болуына қанның тікелей ықпалы бар. Біз қанды тазарту арқылы ағзадағы улы заттардан, шлактан, белгісіз аурулардың қоздырғыш ошақтарынан арыламыз. Барлығыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге дертке ем арнасы. Біздің команда сіздің денсаулығыңыз бен ұзақ өмір сүруіңіз үшін әрқашан жаңа әдістер мен рецепттерді іздейді. Қазақша контентті қолдау мақсатында арнаға жазылып, жас арнаның дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Сіздің бұл әрекетіңіз бізге әрі қарай жұмыс жасауымызға үлкен шабыт береді. Қанды тазартудың нәтижесінде қанның қоюлануы болмайды. Ішкі ағзалардың жұмыс істеуі жақсарады. Ұйқысы түзеледі. Ойлау, есте сақтау қабілеттері артады. Иммундық жүйе нығаяды. Аллергиялық аурулар азаяды. Қанды тазарту үшін медициналық құралдарды пайдалануға болады. Бірақ оған уақыт пен ақша кетеді. Егер сіз алтын уақытыңызды үнемдеп, қаржыңыздың қалтаңызда қалғанын қаласаңыз, онда үй жағдайында мына халықтық әдістермен қанды тазарта аласыз. Алғашқы әдіс. Термосқа бір ас қасық балғын қалақай жапырағын, 2-3 дана қарақат жапырағын, 2 дана тауынқұрай жапырағын, 1 дана грек жаңғағының жапырағын саласыз. Үстіне 1 литр қайнаған су құйып, бетін жауып қойыңыз. Шамамен 20-25 минуттан соң тұнбаны сүзіп алып, жылы күйінде қабылдайсыз. Егер татымы ұнамаса, бал немесе лимон қосуға болады. Емделу тәртібі 100-150 мл-ден күніне 2-3 рет ішесіз. Емделу ұзақтығы 2 апта. Келесі әдіс 200 грамм қалақай жапырағын жақсылап жуып эмаль ыдысқа саласыз. Үстіне 500 мл қайнаған су құйып қақпағын жауып қойыңыз. 1-2 сағаттай тұнған сусынды сүзіп алып 500 грамм қант араластырасыз. Ыдысты отқа қойыңыз. Қант ерігенше баяу отта қыздырасыз. Бір қайнап шыққан соң дайын болған тұнбаны шыны ыдысқа құйып қақпағын мықтап жабыңыз. Бұл тұнба қанды тазалаумен қатар жөтелді, баспаны, суықты емдеп иммунитетті көтереді. Келесі 3-ші әдіс 200 грамм балғын қалақай жапырағын тазалап жуып ыдысқа саласыз. Үстіне 1 стакан қайнаған су құйып отқа қойыңыз. 2 минуттай қайнаған соң оттан алып қақпағын жауып қоясыз. Салқындаған соң емдік сусынды сүзіп алып шыны банкіге құйыңыз. Үстіне ұсақтап туралған 3 дана лимон мен 1 стакан балды қосып мұқият араластырыңыз. Дайын болған тұнбаны 1 ас қасықтан күніне 2 рет ішесіз. Егер үзбей қабылдасаңыз, 1 аптадан соң қаныңыз тазарып, бойыңыздан жеңілдік сезінесіз. Қанмен бірге теріңіз де ағзаңызда жасарады. Ескеріңіз, дайын тұнбаны холодильникке қойып 6 айға дейін сақтауға болады. 4-ші әдіс ең жылдам әдіс. Күн сайын таңертең 1 ас қасық өсімдік майын кемі 15 минут кәмпит сияқты сорып, кейін түкіріп тастаңыз. Оны жұтып қоюға болмайды. Ол түнде ағзада жиналған барлық токсиндерді жояды. Тіпті рак клеткаларында жоюға қауқарлы. Бұл әдісті күн сайын жарты жыл еш үзіліссіз жасаған дұрыс. 5-ші әдіс. Ол үшін 2 стакан балға 1 стакан аскөк, 2 литр ыстық су қосып, валерияны тамырынан 1 ас қасық салып араластырып, термосқа құйып қоясыз. 1 тәулік өткенде сүзіп, холодильникке салыңыз. Күніне 3 мезгіл 1 ас қасықтан ішеді. 6-шы әдіс. Қанды тазартудың ең оңай жолы күні бойы таза, газсыз жылы су ішіп жүру. Ал кешке 1 литр сары су ішу керек. Жылына 2 рет көктемде және күзде қанды тазарту қажет. Дұрыс тамақтану қажет. Қанды сұйылтатын тағам түрлерін таңдаңыз. Көкөніс, жемістер, өсімдік майлары, майлы емес сүт өнімдерін көбірек пайдаланып, қуырылған тағамдарды, кебаб, кәуап, ысталған ет, тұзды нәрселерді ұмытыңыз. Метаболизмді баяулататын барлық жасанды ингредиенттерден бас тартып, жаман әдеттерден аулақ болыңыз. Витамин түрлері мен минералдарға бай тамақ даярлап үйренген абзал. Қан құрамын қалыпқа келтіру үшін кәде, баклажан пайдалы. Оларды қуырудың қажеті жоқ. Бұқтырып дайындап көріңіз.
Суды жеткілікті мөлшерде ішіңіз, өйткені қан 80% судан тұрады. Қанды аспиринде сұйылтады, бірақ абай болыңыз, асқазанда ауыртып алуыңыз мүмкін. Табиғатта табиғи аспирин бар, дәрінің орнына мүкжидек пайдалануға болады. 2 ас қасық мүкжидекті шынаяққа салып ұсақтап, жарты стакан қайнаған су құйып, тұндырып ішіңіз. Немесе 200 грамм қайнаған суға 1 шай қасық тобылғы тамырын 40 минут тұндырып, күніне 4 рет 1 ас қасықтан ішуге болады. Ол қанды сұйылтып тазартады. Таңертең аш қарынға 1 стакан итмұрын, тұнбасына аздаған лимон шырынын, 1 шай қасық бал қосып ішіңіз. Бұл рецепт ересектерге де, балаларға да жарай береді. Балалар жарты стакан ішсе жеткілікті. Қанды сұйылту үшін емдік сүліктерге жүгінуге болады. Олар әдетте тұз жиналып қалатын аймақтарға немесе 8 көз жамбас аймағына қойылады. Ұзақ емес, өздері түскенге дейін, көп болғанда 15 минут ұстаңыз. Қандай да бір ем түрін бастамас бұрын міндетті түрде емдеуші дәрігеріңізбен кеңесіңіз. Ағзада қарсы көрсетімдер болуы мүмкін. Сіздермен бірге болған дертке ем арнасы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.